Мгм. Қайырлы таң баршаңызға. Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен контент план құруды үйренетін боламыз. Жалпы біздің өміріміздің бәрі контент планнан тұрады негізі. Егер адам өзіне осылай қазір бүгінгі мен көрсететіндей контент план құрып алатын болса, ол тек қана инстаграмға, тек қана басқа тиктокқа, тек қана басқа нәрселерге қатысты емес. Бұл жерде адам жалпы өзінің өмірін всегда жоспарлайтын болса, ол инстаграмға не салам, мен алған СММ маманым қалай жұмыс жасайды, мен алған мамандарым қалай жұмыс жасайды деген өздеріне сондай бір қиын сұрақтар, қиын өмірін қиындатпайтын болады, бір сөзбен айтқан кезде. Жалпы мен контент планды өзімнің өміріме қосқаннан бері осыдан қанша жыл болды? Қазір ну бір нақты 5 жыл нақты болды. Осы соңғы 5 жылдың ішінде қазіргі таңда менің инстаграм аккаунтым 90 мыңға жетті. Біздің сөйлеу орталығының аккаунты 20 мыңға жетті. Алматы қаласыныкін аштық, аз уақыттың ішінде уже почти 3 мың 4 мың адамға жеткізіп алдық. Аз уақыттың ішінде. Бізге көп уақыт керек болған жоқ. Бізге бәленбай жылдар керек болған жоқ. Тіптен инстаграм мына Ақтөбе қаласының аккаунтын ашуға. Алматы қаласының аккаунтын ашуға, Ақтөбенікін де 20 мыңға жеткізуге бізге ешқандай қиындықтар болған жоқ. Қалай біз тез аккаунтты жинадық, және қалай біз тез балаларды жинадық. Қазіргі таңда балалар саны бізге алдын көрдіңіздер, Алматы қаласының өзінде балалар саны 124-ке дейін жетеді. Оның барлығы тек қана күні түні еңбектену, тек қана қара жұмыс жасау деген нәрсе емес. Ол жерде бәрі жоспармен құрып алу. Сіздер инстаграмға, басқа тиктокқа өздеріңіздің аккаунттарыңызды дайындап жүргізу алдында мүмкін жеке аккаунтыңызды жүргізгілеріңіз келетін шығар. Бірақ ең бірінші орында контент план құрып аласыздар. Егер сіздердің контент пландарыңыз болмайтын болса, онда сіздердің жұмыстарыңызда, инстаграмдарыңызда, жалпы аккаунттарыңызда жүйесіз жұмыс жасайтын болады. Жақсы. Ал енді контент план дегеніміз не? Контент план дегеніміз ол жүйе. Бейберекет жұмыс жасау емес. Яғни өзіңіздің жұмыс жасау барысыңызда жүйе құрып алу деген сөз. Контентті алдын ала жоспарламай жариялаған кезде парақшада ретсіздік пайда болады. Бірде пікір салады, бірде акциялар салады, бірде сабақтағы фотолар салады, бірде ата-ананың көзінде. Жалпы бұл ата-ананың көзінде сенімсіздік тудыруы мүмкін. Жарайды, ата-ананың көзінде сенімсіздік. Өзіңіздің бойыңызда сенімсіздік туындауы мүмкін. Контент жоспар не береді? Нақты айдарлар, эксперттік пен жеңіл контенттің үйлесімі, орталықтың кәсібилігін және тұрақтылығын көрсетеді. Қазір контент планды мен сіздерге құрып беремін, соны қарайсыздар. Контент ол жоспар, ол сату емес, ол сенімділік арқылы тарту. Яғни біздің мына сөйлеу орталығы Ақтөбе, сөйлеу орталығы Алматы көрсеңіздер, ол жақта ойбай келіңдер, менің услугамды алыңдар деген сату жоқ вообще. Даже біздің орталығымызда қандай услугалар бар деген де контент жоқ. Неге? Себебі біздің мақсат ол жақта сату емес. Біздің мақсат ол жақта сенімділік орнату. Мен тағы да айтамын, сіздерді таңдайтын балалар емес, сіздерді таңдайтын ата-ана. Ол кіреді, сіздің орталығыңыздың қарайды, мейлі бір кабинетіңіз болса да қарайды, сосын барып өзінің баласын жазады. Ал енді контент жоспар, уақыт пен жүйені үнемдеу. Мысалы, қазіргі таңда менің жеке брендімді көріп отырсыздар. Жеке брендім менің қазір 92 мың күннен күнге өсіп жатыр. Мен өзім де таңғаламын. Мен даже өзім үлгере алмай жатырмын. Себебі поездкалар болып жатыр, басқа да нәрселер болып жатыр. Уже 92 мың 300 адамға жеттік. Бұл бұл адамдар былай ойлауы мүмкін. Гүлсара таңертеңнен кешке дейін инстаграм аккаунтын қарап отырады деп. Мен инстаграмдағы ешқандай, былай шынымды айтсам, ноудан шығып жатырған блогерларды, даже
мен өзім администраторым қарап отырады. Даже жаңадан ашылған орталықтар болсын, жаңадан ашылған бір заведениелер болсын, мен оларды қарамаймын вообще, өйткені мен оған уақытым жоқ. Менде не бар? Менде жүйелік бар. Яғни менде қазіргі таңда SMM маман бар, менде маркетолог бар, менде администратор бар. Мен не істедім? Мен оларға четкий контент план құрып бердім, болды. Мен бір сөз, бір нәрсе ғана айтамын. Команда контент планмен ғана жүреміз, болды. Жаңа идеяларың, жаңа өз көзқарастарың болып жатырса, қоссаңдар болады, мен оған ашықпын. Бірақ мен құрып берген контент планнан ауытқуға болмайды. Содан кейін олар не істейді? Ауытқымайды. Күнде қандай оларға нақты тапсырма беріледі. Күнде сағат 9:00 мен таңертеңгі 9:00 немесе кешкі 9:00-ге немесе 8:00-ге запланировать етіп қояды. Мысалы, қазір сағат неше? Қазір сағат 7:16. Олар айтады, так, бүгінгі рилсті, бүгінгі салынатын постты мен запланировать етіп қоямын. Инстаграмның запланировать ету деген функциясы бар. Егер мен білмеймін, маған үйретіңізші десеңіздер, группаға жазыңыздар, мен сіздерге запись экранымен көрсетіп қоямын. Бірақ ол үшін аккаунттарыңызды бизнес аккаунтқа өзгертесіздер. Личный аккаунттарыңызды. Бәрі запланировать етіліп тұрады, заранее бәрі запланировать етіліп. Әй, сен салшы, ананы, мынаны салшы деп жүрудің қажеті жоқ. Мысалы, менің өзімде, мысалы, бір мен командам, администраторым бос болмаса, маған жазады, Гүлсара Ниязовна, мен бүгін босамай жатырмын, қонақтамын, жолға шығып кеттім, сөйтіп ұстамай жатыр деген нәрселер болса, мен айтамын, давай, жібек, мен өзім саламын деп. Қайсысы деп сұраймын, сосын ол маған өзі жібереді. Апай, мынаны маған салыңызшы деп, соны аламын да, запланировать етіп қоямын да, сосын мен өзім жұмыстарымды жасай беремін. Мысалы, мен оны таңғы 7-де сіздермен бірге тұрған кезде, қазірдің өзінде инстаграмды ашамын да, так, кешкі сағат 8:00-ге запланировать. Кешкі сағат 8:00-ге мен ұмытып кетпеймін, өйткені инстаграм өзі салып қояды менің постымды. Және мендегі ең бір маңызды қасиеттердің бірі тұрақтылық. Мен инстаграмға, мен өзімнің блогыма, мен вообще, ол менің блогым, ол менің хоббиім деп қарамаймын. Ол менің хоббиім емес, қыздар. Ол менің жұмысым. Мен оған менің жұмысым есебінде қараймын. Мен осыдан бір 6 жыл бұрын мен блогыма жұмысым деп қарадым. Менің блогым ең алғашқы. 325 адамнан, егер 327 ма, бір сондай бір цифра есімде қалды. 327 адамнан басталды. Тек қана 327 адамнан қазір біздер 90 мыңға дейін алып келдік. Әрине, бұл негізі өте баяу келе жатырған процесс. Бірақ білесіздер ма, өте баяу келе жатыр, не себепті? Себебі мен ешқандай гифқа ешқашанда қатысып көрген емеспін. Лайк тайм жоқ, мен ешқайсына қатысып көрген жоқпын. Қандай да бір тез маған адамдар алып келетін аккаунтқа мен қатысқан жоқпын. Неге? Өйткені менің 500 адамым болса да, ол сапалы болу керек. Менің 1000 адамым болса да, ол маған сапалы адамдар болу керек. Біздің сөйлеу орталығында дәл солай. Сөйлеу орталығына біз үлкен акцент қойдық. Қазір 21 мың ба? Ұмытып қалдым, неше екенін, 22 мың ба? Күннен күнге өсіп жатыр. Себебі тұрақтылық. Күнде определенный уақытта 20.900 адам бар екен қазіргі таңда. Біздегі басты девиз сапалы жұмыс жасау. Ешқандай асығыстық жоқ. Асығыстық, менің білесіздер ғой, ұраным жақсы көретін. Аз-аздан үздіксіз деген. Біз аз-аздан күнде саламыз. Күнде бір рилстан, күніне 2 рилстан, күнде саламыз, бірақ үздіксіз саламыз. Мендегі мамандар, контент-мейкерлар және SMM-дар, олардың барлығы, маркетологтар, барлығы мен олардан бір ғана нәрсе талап етемін. Контент планмен жұмыс жасау және нақтылық, күнде определенный уақытқа салу. Қараңыздар, сіз нақты білесіз, дүйсенбіде не жариялаймын, жарияланады.
Жұмада не акция болады? Қай күні стористе жаттығу шығару керек? Контент, жоспар, тыныштық, тұрақты даму. Осының барлығы біздің основной блогымыздың девизі. Сторис. Сторис форматта да сіздер мүмкін ойлайтын шығарсыздар, ну, сториске шыққысы келді, шықты. Жоқ. Сториске каждый күнімнің, мен қай күні демаламын, қай күні сториске қандай тақырып шығарамын, мен бәрін заранее жоспарлап қойдым. Бәрі заранее менде жоспарлан. Бүгін бағдарлама жөнінде саламын. Бүгін канал жөнінде саламын. Бүгін балам жөнінде саламын. Бүгін определенный бір темаларды саламын. Иногда инстаграмнан көретін шығарсыздар, мен айтамын, бұл менің ешқандай контент планыма қатысы жоқ, бірақ мен өзім салғым келіп отыр деген нәрселер. Бұның астында да үлкен мән жатыр, себебі менің сториске шыққанымның өзі де ол үлкен контент план. Мен просто так, ой, давай мен шыға салайын деген нәрсе жоқ. Соның арқасында біздер қазір өте үлкен жетістіктер көрсетіп отырмыз. Мен қазір орталығымда жоқпын. Мен 2 орталығымда жоқпын қазір. Өздеріңіз білесіздер, иә? Мен қалаған уақытымда докторантураға кетемін. Мен қалаған уақытымда баламмен жұмыс жасаймын. Қалаған уақытымда диагностика жасаймын. Мен қалаған уақытымда заранее жазылады, әрине. Заранее планировать етіледі. Бірақ өзімді қатты қинамаймын. Қалаған уақытымда мен Ақтөбеге ұшып кетемін. Мысалы, мен қазір Ақтөбеде отырмын. Қалаған уақытында мен Парижге ұшып кетемін, мысалы. Мен ойбай, мына уақытта маған қиын деген нәрсе жоқ. Неге? Өйткені менде барлығы контент планмен четко жоспарланып тұр. Даже жүргізілетін мына таргетке жіберілетін видеолардың өздері де нақты контент планмен құрылып тұр. Менің уақытым жоқ. Давай ананы салшы, давай мынаны салшы деп отыратын. Сол үшін осы жүйелікке мен сіздерді де шақырамын. Қараңыздар, контент план, жалпы жоспарсыз контент нәтижеге алып келмейді. Так, бүгін мынаны сала салайыншы, ертең ананы сала салайыншы, болмайды ондай нәрселер. Жаңа жазылушылар келеді, олар сізге үйреніп, сеніп бастайды. Сенген соң балапандарды сізге алып келеді. Нәтижесі не болады? Көп жазылу болады сіздерде. Күшті мамандық брендін береді. Маманға кезек пайда болады. Біздің соңғы мына рекке шығып кеткен 300, қазір айтамын нақты, қанша просмотр жинаған. Соңғы рекке шығып кеткен видеомыздың өзі бізге кемінде 10 бала алып келді. Міне. Мысалы, уже 4000-ға жеттік біздер. Біздің Инстаграм Алматы аккаунтымызды көріп отырсаңыздар, дисциплина көресіздер, и күннен күнге өсіп жатырған цифраны көресіздер. Мысалы, қазір бізде күннен күнге өсіп жатыр. Кеше ғана 3000 теңге 3000 болып еді, бүгін уже 4429 жазылушылар болыпты. Міне, біздің бір видеомыз, ана сөйлеген қаласаңыз, онда осы буындарды күнделікті қайталаңыз. Би-би-би-би-би, ба-ба-ба-ба-ба. Өте қарапайым жаттығулар. Біздің мамандардың ең бірінші основной минусы қиындатып алады ғой. Прямо деген, не жасайым, қалай? Бәрі өте оңай. Бұл өмір өте оңай. Өмірде ешқандай қиындатудың қажеті жоқ. Мен қалай реклама салам, қалай бала жинаймын. Вообще өмірді қиындатудың қажеті жоқ. Айтты ма, сал деді ма, салу керек. Бар, мына мамандарға, мына дәрігерлерге өзінің ұсынысыңды айт деді ма, барып ұсынысын айту керек. Болды. Өмірді қиындатудың вообще қажеті жоқ. Контент план сіздің өміріңізді одан да 50%-ке жеңілдетіп қояды. Бір отырып 1 сағат жазасыз, 1 сағатқа жетер. Мен мысалы жазғанда мен 1 сағатқа жетер деп жазамын. Бірақ контент планды мен өзім құрып беремін. Мен оған кәдімгі алтын уақытымды арнаймын. Себебі контент план это база. Базаны мен құрып беремін. Ары қарай уже алып кетеді. Ары қарай уже мамандарға тапсырамын. Давайте, қыздар, команда, мынаны жасайсыздар. Сіздерге задача осы. Контент план оларға берілетін задача. Сіздер өздеріңіздің жариялайтын посттарыңызды, өздеріңіздің жариялайтын ақпараттарыңызды міндетті түрде мынадай 7 күнге бөліп аласыздар. Прямо мынаны өздеріңізге сызып алыңыздар. Бірінші,
Апта күндері бірінші күні сіздер пайдалы кеңес саласыздар. Қыздар, әріптестер, бірінші күні пайдалы кеңес саласыздар. Бұл өмірде логопедияға қатысты пайдалы кеңес толып тұр. Менің қазір мына жүргізіп жатырған блогым бәрі пайдалы кеңес арқылы келіп жатыр. Зато пайдалы кеңес арқылы келудің орнына бір күнге 50 ата-ана каналға как минимум жазылады. Азыздан үздіксіз. Вторник күні, сейсенбі күні ата-ана пікірін саласыздар, немесе табыс тарихы деп жазып қойдық. Енді бұл жерге балалармен жұмыс процесстеріңізді салсаңыздар. Бүгін міне мына оқушыға біз запуск речи жүргізіп жатырмыз. Бүгін міне мына оқушымызға біз логопедиялық қандай дислалимиямен келген балаларға біз осындай жұмыс жасап жатырмыз. Үшінші, сәрсенбі күні сабақтан видео жаттығу. Баланы сөйлететін 5 жаттығу. Болады ғой, толып тұр. Диагностикалық айдар, диагностика шығарасыздар. Так, қазір мен сіздің балаңызға диагностика жасаймын. Мына жерге бір картинканы шығарып қоясыздар. Егер сіздің балаңыз сиыр, қой деген айта алатын болса, осындай. Айта алмайтын болса, бізге келіңдер, короче. Қысқасы. Өте оңай. Қиындатудың қажеті жоқ. Ойбай, оған профессиональный камера жалда. Жоқ. Ешқандай да профессиональный камераның қажеті жоқ. Обработка жасайтын видеоларды жіберемін. Самсунгпен бізде Аманкүл ханым, Аманкүл ханым емес, Әйгерім ханым деп айтайық, біздің алдыңғы потоктағылар. Тек қана өте бір, енді өте нашар түсіретін деп айтпай ақ қояйын, бірақ белгілі бір айфоннан төмен түсіретін өзінің телефоны арқылы қазіргі таңда обычный видеоларын түсіріп 40 бала жинап алған. 1,5 айдың ішінде 40 баласы бар, 40 оқушысы бар. Сіздердің бір рилстарыңыздың залетать етіп, бір рилстарыңыздың өзі үлкен адам алып келеді. Үздіксіз жұмыс жасау керек. Яғни алгоритмдерді тексеру керек. Мынау өтпей жатыр, мынау өтуі мүмкін. Сіздердің 50 видеоларыңыз өтпеуі мүмкін. Мен давайте сіздерге грубо айтайыншы. Бірақ 51-ші видеоларыңыз өтуі мүмкін. Үздіксіз тоқтамай жұмыс жасау керек. Мен сіздерге 100% гарантия беремін. Когда маман өзінің контентіне үлкен акцент қойып, тоқтамай жұмыс жасап, түрлі форматтарды қолданып жасап бастаған кезде оған нәтижелі міндетті түрде болады. Сабақтан видеолар саласыздар, жаттығуларды, диагностикалық айдар, яғни айтасыздар, қазір сіздің балаңыз мектепке дайын екенін анықтаймыз. Яғни балаңыздың қолын, оң жақ құлағының толықтай жауып тұруына қараңыздар. Толықтай жауып тұрмайтын болса, яғни баланың физиологиясы толықтай мектепке баруға дайын емес деген сөз. Толықтай жауып тұрса, сіздің балаңыз дайын деген сөз. Өте қарапайым нәрселер. Пайдалы осындай нәрселер айтуға болады. Қараңыз, сіздің балаңыз мына берілген тексті, мысалы бір текст шығарып қоясыздар, мына берілген тексті қатесіз түсініп оқитын болса, сіздің балаңыз мектепке дайын деген сөз. Немесе сіздің балаңыз өте жақсы отличник болуға дайын деген сөз. Егер сіздің балаңыз мына берілген ақпаратты түсініп оқи алмай жатырса мәтінді, яғни түсінігін айта алмаса, диагностика алып келіңіз, біз сіздің балаңызға көмектесеміз. Кеңеске жазылу, жарнама. Мына жерде жарнамалайсыздар. Мен Гүлсара Ниязқызы, біздің орталығымызда, кабинетімізде осындай услугалар бар. Және біз сіздерге арнап онлайн консультация енгізіп қойдық. Онлайн консультацияға сіздер осындай уақытта, осындай бағыттарда жазыла аласыздар. Қатысуға арналған ойындар, сұрақтар. Яғни сабақ барысынан сіздер өздеріңізден бір қызықты айдар жасауға болады. Так, құрметті ата-аналар, қазір мен сізге арнап бір картинкалар бар ғой, тест жасаймын, осы тесттен өтсеңіздер сіздің жүйке жүйеңіз тыныш деген сияқты ойындар қоюға болады. Мысалы бар ғой, мен сіздерге айтайын, мына картаның біреуін таңдаңыздар десе, ол сіздерді бірден цеплять етеді. Опа деп сіздер таңдайсыздар, так сосын мен оқиыншы деген сияқты. Мысалы, мына суреттен не көріп тұрсыздар? Ең бірінші балық көріп тұрған адам осындай, сиыр көріп тұрған адам осындай, адам қыз көріп тұрған адам осындай. Толып тұр. Интернеттен толып бір тауып алсаңыздар болады. Жексенбі күні демалыс, апталық шоу. Вообще жексенбі күні желательно ешқандай эфирге шықпаған дұрыс. Желательно эфирге шықпай,
демалып аккаунттарыңызды бір күн демалтқандарыңыз дұрыс. Но демалтпасаңыздар өздеріңіздің личный контенттарыңыз. Мен бүгін жұмыстан демалып, Ақтөбеге келдім, мама папамды қарсы алдым. Мен бүгін балаларымды алып демалысқа бардым. Бүгінгі күн балаларыма арналды деген секілді ақпараттар салуға болады. Мгм. Егер сіздің орталығыңызда логопед, дефектолог, АФК маманы бар болатын болса, контент жоспардың олардың жұмысын біріктіреді. Давайте қазір мен сіздерге основной сутьқа көшейін. Қараңыздар, мен сіздерге кеше айттым, Xmind жазып алыңыздар дедім. Жазып алдыңыздар ма? Давайте осы жерге жазыңыздар. Так, қазір мен сіздерге Xmind ашайын. Әріптестер, мен Xmindпен жұмыс жасаймын. Xmind менің өмірімді өте қатты жеңілдетті. Жаздым дейді, супер. Тағы кім жазды? Кім жазбады? Так, міне, Xmind, қараңыздар, Xmind'дің ішіне кірдім. Мен өзімнің қазір контент планымды көрсетемін. Қараңыздар, көрініп тұр ма менің контентім? Контент планы сіздерге көрініп тұр ма? Көрініп тұр, жазған жоқпын дейді. Мен сабақ осы сабақты қараңыздар, жазыңыздар міндетті түрде. Қараңыздар, мынау Xmind деген программа. Осы Xmindға мен айтайын сіздерге, бір жарты сағатымды арнаймын да, осыған отырамын. Мөлдір ханым, тапсырманы қараңыз. Енді міне тағы да тапсырма беріп жатыр. Осыған байланысты контент план құрасыздар. Контент планды, так, мен орталығыма не саламын демейсіздер. Жоқ, контент планды құратын кезде мен былай жасаймын. Міне, бірінші мен логопедке бөліп аламын. Логопедке бөлемін. Логопедке мен қандай тапсырмалар қоямын. Мына жерге, мысалы, мана ішінде біз айттық, аналарға арналған тесттер қоюға болады. Тест қызықты деп мен жазсам, менің командам алады да бір қызықты тест салады. Ол сіздердің ретке, адамдардың көңілдерін аулауға, адамдарды тартуға өте үлкен көмегін береді. Мына суреттен сразу бірден не көрдіңіздер? Немесе сіз қай есікті таңдар едіңіз? Гүлді есікті ме, немесе бір лофт стиліндегі есікті ма деген секілді қызықты тесттер. Міне, логопедке арналған контент пландар. Мынау біздің тек қана бір айымыздың жоспары. Мысалы, мынаны мамандар алады да айтады, так, мен осы аптада не түсіреміз? Бала бәрін түсінеді, сөйлем құрай алмайды, неге? Жауап береміз. Соны видео қылып түсіреміз, немесе пост қылып жазамыз. Тест қызықты бір тест жазамыз. Өтірік қытайша сөйлеп кетеді. Әріптестер, ата-аналарыңызға видео түсіретін болсаңыздар, сенсорлы алалияны сенсорлы алалияны қалай түзетеміз деген контенттар өтпейді. Сіздердің контенттарыңыз ешқашанда мамандарға арналмайды. Сіздердің контенттарыңыз ата-аналарға арналады. Ата-ана көзімен қарайсыздар. Өтірік, мына тақырыптарды да қараңыздар. Бұның алдында офер деген нәрселерді мұқият сол сабақты қолданыңыздар. Қазір сіздердің мына қарап отырған мықты логопедтеріңіз, мықты дефектологтарыңыздың бәрі офер қолданады. Оферді түсініп алған адам өмірін өте қатты жеңілдетеді. Түсінбей жүрген адамдар қайта мынау өтпейді, ойбай, мынау өтпейді деп әлі күнге дейін жүре бересіздер. Олай болмайды. Офер сауатты жұмыс жасауды үйрену керек біз уже. Өтірік қытайша сөйлеп кетеді. Яғни сіздің балаңыз өтірік қытайша сөйлеп кететін болса, бұл логопедиялық, бұл дизартрия деп аталады. Дизартрия кезінде біз балаларға массаж жасаймыз, осындай іс-әрекеттер жасаймыз. Немесе алып келіңіз, дизартрияның қай түрі екенін біз сіздерге нақты анықтап береміз. Айдар, қанатқа разбор. Біз айдар ашып қойған болатынбыз. Ол айдардың ішінде балаларға разбор жасайтын.
Қанатқа разбор жасау, или болмаса білмеймін кімге, Диасқа разбор жасау. Бала 4 жаста осылай анық сөйлеуі қажет. Сосын біздің жетістіктеріміз 30 жаста РТВ-сын қойдық. Бала тілі кесілген географиялық тілдер. Ол қауіпті ма, қауіпті емес пе? Лого-массаж үйде картинкасымен, щеткамен жасалған. Осы лого-массаж видеосын көрдіңіздер ма? Мен осы лого-массаждың видеосын 2 рет салдым. Біреуі 500 мың просмотр жасады, біреуі 2 миллион просмотр жасады. 2 миллион просмотр жасады, 2 миллион просмотрдан кейін мен каналды күніне 100 адамға саттым. Бір ғана видео маған соншама лид алып келді. Өздеріңіз ары қарай ойлаңыздар. Оның барлығы, мысалы, менің жеке брендім де дәл осылай қойылып тұр. Мен қазір ойламаймын, мә, бүгін не салсам екен, таңертең ұйқыдан тұрып, не салсам, жоқ. Бәрі все четко, расписано. Так, мен таңертең тұрғанда мен ойлаймын, так, мен, мысалы, видеографын шақырамын, так, Шафо, давай кел, Шафуғат деген менің видеограф. Шафо, кел, мына тақырыптарды түсіреміз. Сосын Шафуғат маған айтады, Гүлсара Ниязовна, мындай актуальный тақырып болып жатыр мына логопедтен, мынадай там шетелдік логопедтен, орыстардың логопедтерін көрдім. Немесе давай мына контентті логопедияға айналдырып алайық. Себебі мынау дәл солай мына маған балаға лого-массаж дегенді менің видеографым маған предлагать етті. Сосын айтты, Гүлсара Ниязовна, мына тақырып өтеді. Осы форматта давайте көрейік. Мен өте ашық адаммын. Мен өте мына любой адамның айтқан ұсынысына мен өте ашықпын. Давай, Шафо, көрейік. Көрдік. Бір рет 2,5 миллион просмотр жинады. Даже мен аккаунтыма кіріп көріңіздер. Біреуі почти 500 мың жинады. И ол менің мына қазір мен көріп жатырсам, канал сатып жатырмын, иә? Ол каналды күніне 100 адамға, күніне 150 адамға. Менде бір күнде максимальный сатылым болды. Бір күнде мен 300 адамға саттым. Обычный каналды. Ол қалай ол нәрсе жасалады? Оның бәрі осылай стратегия менде құрылып тұрады. Тек мына жерге Шафа айтып жүрмін. Так, давайте, мысалы, бетке массаж. Мен айтамын, Шафа, давай қосайық мынаның ішіне. Сосын бетке массаж жасаймыз, ешқандай сөзсіз, просто массаж жасаудың процестерін көрсету. Сосын соның өзі бізге қазіргі таңда 400 мың, 300 мың, 80 мың, минимально 10 мың просмотр. Минимально. Но 10 мың просмотр қазір аз. Күнде жұмыс жасаудың арқасында біздің сөйлеу орталығында мен жеке аккаунтымда охваттары қазір 3 миллион болып тұр. 3 миллион охват қазір миллиондаған өзінің адамдары бар, блогерларда жоқ ондай охват. Бәрі күнделікті жұмыс жасап. Мен мысалы өздеріңіздің жұмысты өмірлеріңізді қиындатпаңыздар. Осындай Xmind жаз дедім, жазып алыңыздар. Сосын күнде отырып, так, логопедке осындай, логопед жөнінде мен осындай рекламалар саламын, логопед жөнінде мен осындай саламын. Сосын тегін 100 артикуляциялық жаттығу. Мысалы, Red Flag. Мен алдында диагностикаға 3 күннің өзінде 120 бала жинадым. Қалай жинадым? Мен чат-бот қостым. Так, Red Flag сөзін жазыңыздар, біз сіздерге тегін 100 артикуляциялық жаттығу жібереміз. Сосын тегін 100 артикуляциялық жаттығу біз оларға жібердік те, сосын айттық. Так, сіздің балаңыз, или біз, давайте, да, былай жасайық. ЗПР-ді 30 минутта анықтап береміз. Немесе бізде болды, аутизм ЗПР-ді 30 минутта анықтап береміз, Red Flag сөзін жазыңыз. 3 күнде мен 120 баланы диагностикаға жаздым. 3 күнде. Тек қана осы чат-ботты пайдалану арқылы. Осындай сөзді жазыңыз. Сіздерде аккаунт новыйдан басталып келіп жатыр. Мен түсінемін. Бірақ қолдана беріңіздер. Тоқтауға болмайды. Баланы сөйлететін ойындар, баланы сөйлететін жаттығулар. Сіздердің мынаның бәрі офер, қыздар. Офер. Офер деген сөз, мен сабақты көрмедім, офер дегенді білмеймін десеңіздер, ол значит сіздер сабаққа немқұрайлы қарап отырсыздар. Офер деген нәрсе өте үлкен рөл атқарады.
Мына ЗПР-ді 30 минутта ақтап береміз. Баланы сөйлететін ойын, баланы сөйлететін жаттығу, баланы сөйлететін тамақ деген нәрселердің бәрі бұл өтеді. Жазып алдым. Сіз айтқан варианттар инстада қалай? Мен айтамын уже не істерем. Былай жасайықшы. Чат-бот туралы негізі чат-ботты беру деген біздің мына курстың ішіне кірмейді. Чат-ботты мен өте активный адамдарға беремін. Себебі тапсырманы бір күн орындап, 5 күн орындамай, уже кірісетін уақыт келді, жаз болып қалды, уже сіздер кірісу керексіздер. Чат-ботты самый активный адамға ғана беремін. Мына шағын видео несін қалай чат-бот жасау керек, соны беремін. Ол негізі мына курстың ішіне ешқандай кірілмейді. Чат-бот жасау деген тақырып жоқ оның ішінде. Сол үшін де чат-ботты самый белсенді, мен айтқан тапсырманы орындап, осы дефектолог па осылай кәдімгі контент план құрып, активный жасап, өзіне бастап, бір-екі видеосын салып бастаған адамға, иә, мен чат-ботты өзім қалай жасап жатырмын қазір. Қалай менің аккаунтымды ақтарыңыздар, соны көшіріңіздер или болмаса. Бірақ ана посттарды дәл солай көшіріп алмаңыздар енді. Біреудің еңбегін, бірақ соған ұқсатып жазыңыздар, соған ұқсатып контент план құрыңыздар хотя бы. Мен дефектологқа бөлек құрдым. АФК маманына бөлек реклама құрдым. Бәрін араластырмаймын, каша қылмаймын. Сенсорный интеграцияға бөлек құрып қойдық. Блогерлерге реклама беретін болсам, ол да бөлек жазылып тұр менде барлығы. Мектепке даярлық бөлек жазылып тұр, нейропсихологқа бөлек жазылып тұр, жаңалықтарға бөлек жазылып тұр, мектепке даярлыққа бөлек жазылып тұр. Мектепке даярлық екеуі кетті. Мотивациялар бөлек жазылып тұр. Міне, мынау менің бір айлық жоспарым. Мен бір айға кәдімгі осылай жоспар құрамын. Сосын мына жерге, енді оны мен қосып жүрген жоқпын, оны бірақ қыздар қосады мына жерге. Қызықты тесттер. Негізі, по идее, ол қызықты тесттерді мен оған қоспайтын едім. Оны мен мотивацияға қосатын едім. Мысалы қараңыздар. Міне, бір жастағы балалардың баласының аналары нені білу керек? Бір жастағы бала нені білу керек? Ол менде рубрика. 2 жастағы бала нені білу керек? 3 жастағы бала. Әр апта сайын әр баланың отырысын шығарып отырамын. Ол сіздерге 100% гарантирую, что сіздің оқу аналарыңызды, сіздердің клиенттеріңіз ұстап қалады ол нәрсе. Күтіп отырады. Знак зодиак сияқты ғой. Адам знак зодиакын қарағанда күтіп отырады. Так, менің знагым қайда? Рак қайда? Там козерог қайда? Ақтарады. Сосын айтады, мен подписаться етіп алайыншы, қандай күшті аккаунты. Дәл солай жұмыс жасайды. Менде рубрикалар бар, қыздарда рубрикалар бар. Мына рубрикалар сіздерге идея есебінде жазын. Бір ойыншыққа распаковка чек. Бүгін мен өзімнің Wildberries-тен алған ойыншығыма распаковка жасаймын. Жұлдыздарды талдау. Так, білесіздер ма? Мына жұлдыз баяғыда тұтықпа болған. Заикаться еткен, бірақ қазір заикаться етпейді. Неге? Себебі ол ораторское искусствоға қатысты. Ораторское искусство білесіздер ма, неден тұрады? Ол таза артикуляциядан тұрады. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз логопедтер осындай балаларды бірден нәтижеге шығара алады деген сөз. Президенттер талдаңыз. Мен бұрын Тоқаевтың несін талдағанмын. Тоқаевтың сөйлеу манері қандай? Болады. Қызық қой, адамдарға қызық. Ерекше жұлдыз болған жандар. Яғни даун синдромымен модель болған қыздар. Даун синдромымен қазір инстаграмда звезда болып жүрген балалар. Почему бы и нет? Немесе ерекше балалар. Мына бала 3 жаста тақылдап тұр. Я, осылай бала тақылдап тұру керек. Дәл осылай балаңыз тақылдаған қаласаңыз, давайте біз сізге диагностика жасап берейік. Просто тегін диагностикаға онлайн жазылшы, мен саған жасап берем. Ары қарай уже клиенттеріңізді алып кетесіздер. Ары қарай скрипті қолданасыздар. Мен оның бәрін үйреттім сіздерге, скрипті қолдану. Аутизм жаңалықтары қандай болып жатыр? Аутизмге мынадай роботтар шығып жатыр екен. Аналарға мотивация. Егер мен қандай жағдай болса да, мен ана есебінде сені таңдайтын едім. Бар ғой қазір көптеген интернетте трендтер бар. Киноразборлар жасаңыздар. Кәдімгі рубрикалық қойыңыздар. Еңбек етсеңіздерші, біздің мамандардың мен бәрінің емес, бірақ бәрі андайда еріншекті. Тек сразу болғанын қалайды. Болыққа махаббат салу керек. Мен өзім блогымды қатты жақсы көремін. Өзімнің блогымды. Мен логопедияның фанатымын. Мен всегда любой жерде өзімді таныстырғанда солай айтамын. Мен логопедияның фанатымын. Логопедия дефектологияның.
Мысалы соңғы үлкен встреча болды, сол кезде де мен айттым, адам өзіне таныстыра алу керек. сәлеметсіздер ме, менің аты жөнім Гүлсара Ниязқызы, мен логопед дефектологпын. Мен логопедияның фанатымын деп. Неге фанатымын? Өйткені мен өз мамандығымды сүйіп, прям өте қатты жақсы көремін. Мен өз мамандығымның бакалаврымын, мен өз мамандығымның магистрімін, мен өз мамандығымның докторантымын. Ну, мен реально өз мамандығымның фанатымын. Мен любой фанат болғандықтан мен мынаның бәрін, ешқандай өзімнің жұмысымда каша болғанын мен допускать етпеймін. Мен всегда по факту четко жұмыс жасағанды жақсы көремін. Ойбай, нені жасайық, давайте, анау тренд болып жатыр, мынау тренд болып жатыр, түсірейік деген нәрсе емес. Мен любой моментте, қазір мен мысалы ақтөбеде отырмын, менің мынаны мен аламын да әділетке жіберемін или шафухатқа жіберемін. Менде бірнеше мобилографтар бар. Мен әділетке шафухатқа жіберемін, сосын шафухат айтады, так, Гүлсара Ниязовна жоқ, значит қыздар, маған тапсырма берілді, осы этаптар бойынша жұмыс жасаймыз. Өз идеяларыңыз болса, қазір бүгін 5 видео түсіреміз, алтыншысы сіздің идеяңыз болады, соны түсіреміз деген сияқтылар болады. Яғни олар, Гүлсара апай, бүгін не түсіреміз, мен келдім, босқа жүрмін. Жоқ, вообще ондай нәрсе болмайды. Вообще. Ондай нәрсе допускаться етілмейді менде. Мен сіздерге соны үйреткім келеді. Блогерлерге, 5 блогерге жазу, қандай блогерлар бар? Қыздарға айтамын. Так, команда, қандай блогерлар білесіздер? Массажистерге. Сосын мына жерде дополнять етіп қойбай. Мына жерге дополнять етіп жаза береді. Так, кім бар? Ну, Лариса, да, давайте. Лариса Басаровна. Ну, давайте, допустим, так. Дәрігерлер. Так, мына жерде былай. Сандуғаш. Интегративный педиатр. Сандуғаш, да? Ну, давайте так скажем. Осылай, даже мына жерге сіздер аккаунттарын қойып қойсаңыздар болады. Бұл сіздердің жұмыстарыңызға реттілік, жүйелілік алып келеді. Мгм. Түсіндік, иә? Қызықты тесттер. Рубрика есебінде мына жерге саламын деген екен ғой жаңа. Міне, қызықты тесттер. Яғни қызықты тесттер қандай болады? Мына жерге дополнять етіп жазасыздар. Ну, давайте, есікті таңда, да, например. И стористеріңізді дәл осылай істесеңіз де болады. Мысалы, мен стористерім дәл осылай жасалады. Просто, да, мына нені қолдану. Стористер, например. Стористерге жерге подтема дегенді басасыздар, сол кезде келесі шығады. Мысалы, бүгін не салам? Бүгін мен бір комментарий талдаймын. Мысалы, мен инстаграм көресіздер ғой, бір күн мен бір комментарий талдаймын енді. Комментарий талдаймын. Келесі қандай? Екінші күні. Қызықты фактілер жазамын. Например, иә. Қызықты фактілер жазамын. Сосын не істеймін? Жаңалықтар саламын или болмаса. Қызымның тамағы туралы саламын. Мен логопед дефектологпын, бірақ мен анамын. И логопед дефектолог есебінде мен қызыма қандай тамақтарды бермейтін едім. Күшті ғой, қызымның тамағы. Рубрика жасауға болады. Агуша бермейтін едім, там ананнан бермейтін едім деген сияқты мына жерге. Сосын мына жерге уже темаларды өзіңізге жазып алсаңыздар болады. А, Осылай жасауға болады. Мысалы, да, мысалы, мен бір күні инстаграмға, так, давайте қазір бірнеше варианттарын көрсетейін сіздерге, менің өзімдікін. Мынаны сохранить етіп қояйын. Mind қайда тауып алайын. Что-то. Вообще, X-Mind бар ғой, өте менің өмірімді жеңілдеткен программа бар ғой. Қараңыздаршы, просто, да, вот сіздерге, так, қайсысын көрсетсем екен. Ну, давайте, да, вот. Мемлекет бағдарламалары. Мысалы, мен өзіме
Я люблю четкость. И мен мысал айтам, так, Гүлсара, биыл қандай мемлекеттік бағдарламаларға қатысамыз? Мысалы, алдында Гүлжанат ханымның өткен сабағын мен осылай X-Mindқа салып аламын. Я мысалы просто, да, например, сосын мен жазамын мына жерге мемлекеттік бағдарламалар деп жазамын да. Сосын айтамын, так, мемлекеттік бағдарламалар қандай бар? Мына жерге жазамын. Бизнеске бағыт или білмеймін, бизнес бастау, например, иә. Мына жерге бизнес бастау. Бірінші мен миымды реттеп аламын. Ойбай, миыма реттілік орнатып аламын. Қандай бар еді, не айтып еді деген нәрселер емес. Менің нем көрініп жатыр ма, демонстрация экранын бір жазып жіберіңіздерші. Көрініп жатыр. Мгм. Мен өзімнің басымды ретке келтіріп аламын. Себебі миымның каша болып жүретін уақыты жоқ та, менде задача көп. И мен задачалардың бәріне үлгеруім үшін мен осылай реттілік құрып аламын. Сосын мен не істеймін, так, қандай бағдарламалар бар? Бірінші толтырып жазып аламын. Қандай бағдарламалар маған айтып еді? Так, енді мынаған қатысу үшін не істеймін мен? Так, бірінші давай осыны зерттеп көрейін, жас кәсіпкер. Маған мысалы несін берді ғой, инстаграмге сілтемесін. Так, енді давай кірейін. Сосын жазып көрейін, іздестірейін, қарастырайын деген сияқты. Мгм. Іздестірейін, қарастырайын, қалай сайтын ары қарай қалай алып кетсем екен, маған бастапқы сайттарын мен сұрадым, сайттарын берді ғой деген секілді. Міне, корпоративный бағдарламалар, Астана хаб не жариялап жатыр екен? Так, инстаграмдары мына жерге жазып қояйын, инстасы, сосын мына жерге инстасын жазасыздар, сосын осыдан кейін ары қарай, так, нелер бар? Так, мына жерге бір жоба дайындауым керек. Мен қандай жоба дайындаймын? Яғни жоба менде там мобильное приложение, да, например, не знаю, или что-то еще можно. Там, ну, білмеймін. Короче, бір инновационный технология ұсынуым керек. Ол инновационный технология қандай? Мына жақтан ары қарай өздеріңіз кете бересіздер. Сосын маған ол не керек? Ол үшін маған разработчик керек. Ойбай, разработчик керек. Қатері кетіп қалып жатыр, ренжімеңіздер, иә, тез жазып отырмын. Дизайнер керек. Дальше осылай кете бересіздер. Менің миымда разгрузка болады. Түсіндіңіздер ғой, иә? Менің миымда үлкен разгрузка болады. Мен үшін мынадай болып, мысалы, аналарға каналда, ну давайте скажем, аналарға каналдың өзін біз қазір разработать еттік. Мен ойбай, давайте мен аналарға канал ашайын, оның ішіне мынау болсын. Жоқ, ондай нәрсе менде жоқ, қыздар. Мен бәрін ОТО-да разработать етемін. Так, ЗПР туралы саламын. Бірінші разработать етіп дайындап аламын. Сосын барып рекламалардың бәрі. Так, коррекция кезеңдері. Менің қазір мына инстаграмға салып отқан рекламаларым да дәл сондай. Так, коррекция кезеңдері. Так, диагностика. Диагностика. Диагностика үшін мен не істеймін? Так, чат-бот қосамын. Диагностика кезеңдерін жүргіземін. Енді болмаса мына жерге менің основной жас ерекшеліктерім қандай? Бір мен там бірдеме жас аралығындағы балаларға саламын деген сияқты. Все расписано тут. Рас, аутизм, бала күнделігі, бәрі. Сосын осының ішіне кіремін де, так, хорошо, осылай жасаймын. Сосын коррекция кезеңдері барлығы, мысалы, связь жасауға болады. Мына жерде или болмаса мынаны алып, бәрін алып біріктіруге болады. Сосын мына жерге бүйтіп жазсам болады. Чат-бот бала сөзін жазу. Қазір мен инстаграм көріп отырсыздар, бала деген сөз жазады адамдар. Сосын бала дегенде оларға арнайы там қосымша тегін бір сабақтар барады. Чат-бот қосылып тұр, иә. Мынаның бәрін бүйтіп белгілеп қоюға болады. Ну, бұның бәрі, қыздар, жұмыстың жүйелілігі деп аталады. Так, давайте проверим. Бәрі. Міне, мынау менің телефонымда да бар, мынау менің инстаграмда да бар. Сөйлеу орталығы, менің мүмкіндігім. Қараңыздаршы, мен өзімнің мүмкіндіктерімді де осылай чат-ботқа саламын. Міне, мынау кішкентай, мынау мен деген, мынау қазір кішкентайын көрсетіп тұрмын сіздерге. Алдында бұны көрсеткенмін мен негізі. Менің мүмкіндіктерім, оказывается, өте көп екен ғой. Өте көп. Мына жерге мен мысалы универмен сотрудничать аламын. Универмен. Мысалы, ары қарай мен не істей аламын? Универмен сотрудничать еткен кезде оларды мен
практикадан өткізе аламын. Мен олармен мастер, ой, жоқ. Олармен мен не істей аламын? Мастер класстар өткізе аламын. Менің миымда а, по полочкам бәрі тұрған кезде мен любой маманды, любой СММді алған кезде СММді де қинамаймын. Сіздер СММге айта алмайсыздар. Маған тренд сал, тренд сал. СММ сіздің мамандығыңыздағы маман емес. СММге бағыт бағдардың бәрін сіз бересіздер. Сіздер құрып бересіздер. Менің миымда не бар екенін оқып ал деген болмайды. Любой кез келген логопед дефектологты алсаңыздар да жұмысқа, ол сіздің миыңызда не бар екенін білмейді. Что вы хотите? Ол білмейді. Сол үшін сіз оларға құрып бересіздер. Ал оны құрып беру үшін мынадай сіздер міндетті түрде X-Mind сияқты өздеріңіздің миларыңызда каша болмау керек қой. Когда адамның миында каша болады, оның өмірінде де, оның бизнесінде де каша болады. Сол үшін де контент планды міндетті түрде заранее құрып аласыздар. 7-ге бөліп аласыздар. Мысалы қараңыздар, давайте бір үлгі көрсетейін. Новый карта аштыңыздар. Бірнеше форматта ашуға болады. Мынаны алып тастайсыздар, керек емес. Контент план. Мысалы, міне, манағы 7 күнге бөлдіңіздер. Бірінші күні қандай? Қандай дедік мана? Жаңалық, сабақ барысы. Давайте рубрика, Рубрика. Так, жаңалық, сабақ барысы, рубрика, жарнама, Давайте примерно осылай бірнеше бағытқа бөлесіз. Сосын жаңалыққа жазасыздар. Аутизм жаңалығы. Так, оның ішіне қандай бар? Мысалы, нені қосуға болады? Трамптың соңғы шығарған аутизм туралы айтқан несінде заявлениесін. Трамп жаңалығын айтуға. Я не знаю. Ташкент туралы айтыңыздар. Мына жерге бір нені қойып қойыңыздар. Мысалы, мені көріп жүрсіздер ғой, мысалы, инстаграмға нелерді бөліп саламын да. Мына неге шыққан, телевизорға шыққан ақпараттарды саламын. Өйткені ол рубрика жаңалық деп аталады. Так, телефон ұстап, телефоннан зіпір болған бала, да, ну так скажем. Бала. Все, хорошо. Сабақ барысы. Бүгін мен оқушыма, да, сабақты қалай дайындап отырғаным, ладно, сізде до и после результат болмай қалсын. Сабақты дайындау процесін саламыз. Бізде бүйтіп салып қояды, алады да, просто так баламен жұмыс жасап жатқанын салып қояды. Ол ата-анаға қызық деп ойлайсыздар ма? Ол ата-анаға қызық емес. Мысалы, мен кіремін де, ну, жұмыс жасап жатсың, ну, давай деп. Ну, давай, жұмыс жасасаң, жасай бер дальше деп кете беремін. А если ол жерде офферлер жазылып тұрса, мысалы, баланы сөйлететін сабақ деп жазылып тұрса, оффер, мен айтамын, о, это что такое, что там интересного? Оказывается, мынадай қылып сабақ жасап жатыр екен апай. Мен де үйден жасап көрейінші. Деген сияқты адамға интерес тудыру керексіздер. Просто сіздер сала бересіздер, адамдар бізге тупо сала береді просто так. Ол не үшін салып жатыр? Ол не болып жатыр ол жерде процесс? Ол тек қана сізге қызық, басқаларға вообще қызық емес ол сабақ. Мүмкін сол сабақта қатысып отқан баланың мамасына қызық шығар, басқа ешкімге қызық емес. Рубрика трендтер түсіруге болады мына жерге. Қазір көп қой неше түрлі трендтер, приколдар түсіруге болады. Адамдарға өз мамандығын әдемі жеткізу мақсатында. Жарнама. Бүгін айтасыз, бүгін мен өз услугаларымды жазамын. Бізде қандай услугалар бар? Өз услугамды жазамын. Жарнамаға сіз өздеріңіз, біздің орталығымыз арнайы бағдарламамен жұмыс жасайды.
Кішкентай болып көрінеді. Бұл да реклама ғой. Біздің орталығымыз там айналайын сөйте дамыту орталығы арнайы ерекше балаларға арналған бағдарламамен жұмыс жасайды. Міне біздің бағдарламаларымыз, біз осы бағдарлама бойынша балаға маршруттар құрамыз. Неге сондай реклама жасамасқа? Ол да жарнама. Трендтер қандай? Білмеймін трендтер қандай екенін. Бір трендтер осы жерге жазу керек. Рубрика жаңағы тесттер салуға болады, психологиялық тест. Мына ішінен біреуін таңдап алыңыз. Осындай там нелеріңізді, сосын мына жерге жазуға болады. Есіктер туралы салуға болады. Жаңа мана просто сіздерге түсінікті болсын. Мына қай есік таңдайсың? Сен жасыл есік таңдадың ба, значит сен шаршап жүрсің деген сөз. Сен қызыл есік таңдадың ба, значит сен креативный адамсың деген сөз. Сосын фотосессия жасап қойыңыздар. Егер фотосессия жасаңыздар негізі. Ол не обязательно профессиональный болу керек емес. Обычный iPhone телефон бар біреуді шақырып алыңыздар, или iPhone телефондарыңызды алыңыздар. Кәдімгідей алып, күшті қылып, өздеріңіз әдемі болып киініп, бағдарламалармен суретке түсіп, тұтықпа балалармен суретке түсіп, ауыздың муляжымен суретке түсіп, баламен жұмыс жасап жатқан, аузын ашып жатқан, аузына зонт салып жатқан процестермен түсіріп, бір кемінде 50 фото шығарып алыңыздар. Тек қана зонттың өзін бөлек түсіріп алыңыздар, бағдарламаның өзін бөлек түсіріңіздер, баланың өзін бөлек түсіріңіздер. Білмеймін, бір визуальный өздеріңізге әдемі не жасап, визуалдармен жіберемін фотоларын, соған байланысты идеялар жіберемін, соны алып түсіресіздер. Так, түсінікті ма сабақ? Кімге түсініксіз болды? Xmind-тың жаңа несін жіберу керек па, керек емес па? Иә, шығады. Алдын аутизм туралы видео салған 1600 просмотр жинап рекке шықты дейді. Керемет, керемет шығады. Еңбектену керек. Біздер еріншекпіз, еңбектенгіміз келмейді. Сіздердің түрлеріңіз, беттеріңіз ешкімге керек емес. Сіздерге жұмыс жасау керек. Мен если мен щепетильный адам болатын болсам, мен онда инстаграмға былай шықпас едім. Бүгін көзім ісіп тұр, бетім ісіп тұр. Бүгін менің де өмірімде неше түрлі жағдайлар болады. Бірақ инстаграмға жұмыс есебінде қараймын. Бүгін мен мынаны салуым керекпін. Мен бүгін осыны салу керекпін. Кәдімгідей жұмыс есебінде, контент есебінде қараймын, және соны басқалардан талап етемін. Зато ол маған көп үлкен жетістіктер алып келіп жатыр қазіргі таңда. Я вам 100% гарантирую, адам жұмыс жасап еңбектенсе, ол сіздерге нәтижесін міндетті түрде алып келеді. Вот міндетті түрде алып келеді. Алып келмейді деген жоқ. Просто еріншек адамдар бар, или упорный прям, жоқ қалайда жұмыс жасаймын, мен мынадай өмірге көнбеймін, мен жақсы өмірге лайықпын, ол үшін мен жұмыс жасап жатырмын, мен әрекет етіп жатырмын, әрекетіме берекет береді деген адамдарда ой болу керек. Контент салып жүрсеңіздер, контенттеріңізді енді визуально жүйелейсіздер, сосын мына Xmind-қа салып маған жібересіздер. Xmind-қа салғаннан кейін мына жерде сіздерде файл деген нәрсе бар, сохранить как деген нәрсе бар. Сохранить как дегенді бастан бассаңыздар, мына жерде текущее устройство деген басасыздар. Сол кезде сіздерге как JPEG фото форматында мен сохранить етіп қоямын, сосын ол уже неде сақталып тұр. Қазір мен сіздерге көрсетейін. Міне менің мүмкіндігім сақталды. Міне сақталды, фото есебінде сақталып тұр. Болды. Осыны аламын да, мен мысалы кімдерге жіберемін. Жаңағы SMM деген секілді мамандарға жіберемін. Олар алады да, сосын олар жібереді. Так, чат-боттың сабағын мен
Ол негізі мына сабақтардың ішіне ешқайсысына кірмейді. Чат-бот сабағын жіберемін, тапсырманы жүйелі орындаған реально активный адамға жіберемін. Ол жіберіп, ол ертең қалып қойып, не Xmind қолданылмаған, не контент план жоқ, не бір рилс, бір пост салынбаған жандар болса, мен оларға чат-ботты бермеймін. Сразу айтайын, бұл мотивация бір жағынан, бұл бір жағынан үйге кәдімгі тапсырма. Ал оны орындап, міне мен орындадым, жасадым деген жандарға, контент план құрдым, контент бойынша бірінші постымды салып бастадым деген жандарға мен сразу чат-ботты қалай жасау керектігін жіберемін. түсіндік қой, иә? Все, онда бүгінгі күндеріңізге сәттілік, барлықтарыңызды бұйырса асыға күтіп жүрмін. Асықпаңыздар, мен өтетін жердің адресін бәрін жіберемін сіздерге. Бұрын салып жүргендеріңіз, иә, жақсы, бұрын салып жүргендеріңіз емес, контент план құрасыздар да бір постты саласыздар. Контент пландарыңызды маған жібересіздер, Xmind бойынша салған. Сосын сол бойынша бірінші салынған посттарыңызды жібересіздер. Сосын барып уже мен сіздерге чат-ботты жіберемін. Бұл үйге тапсырма. Барлықтарыңызға сәттілік. Жекеме көп адам шығып кетті әртүрлі сұрақтармен. Мен жауап беремін сіздерге, мен үлгере алмай жатырмын, өйткені өте көп адамдар жазып кетті. Ақтөбеде болғандықтан да мен қазір диагностика немен жүрмін, қолым босамай жүр, асықпай отырып қарап сіздердің сұрақтарыңызға жауап беремін. Бірақ сұрақтарыңызды егер осы курсқа қатысты болатын болса, курстың ішіндегі тапсырмаларға қатысты болса, жекеме жазбаңыздар, оған мен жауап бере алмаймын. Өйткені каждый көп болып кетеді. Топқа жазыңыздар, бір сұрақ бірнеше рет қайталанып жатыр өйткені. Давайте топқа талдайық, сол жақта басқалар да осы сұрақтарды көрсін. Жақсы, бүгінгі күндеріңізге сәттілік, сәтті демалыс болсын. Бүгін бір күшті, керемет, сүйінші жаңалықтар естіңіздер, жақсы жаңалықтар естіңіздер. Көңіл күйлеріңізді еш нәрсе бұзбасын. Бұл өмір өте жеңіл өмір сүреміз. Түсіндік қой, иә? Жақсы, сау болыңыздар.